Қарағанды мектеп балабақша бөбекжай кешенінің 8-ші сынып оқушысы Берік Ақшағала. Менің жетекшім Мукашева Айжан Сериковна. Және де менің отаныма, менің бастамам шығармашылық байқауы бойынша, мен Қазақстанның азаматымын номинациясы бойынша мен осы тақырыпты алдым. Хуторок татулықтың мекені. Мақсаты Украин халқының мәдениетін жандандыру, Украин халқының тілін жандандыру, әдет-ғұрпын жандандыру, және де басқа халықтардың мәдениетін, әдет-ғұрпын, тілін құрметтеуге тәрбиелеу. Осы бірлестік қызметінің нысанасы болып, мәдени ағарту жұмыстарын жүргізу. Міндеті Украин халқының мәдениеті мен өнеріне арналған көрмелерді, тарихи күндерді атап өтуді, концерттерді, демалыс кештерін ұйымдастыру. Бірлестік қызметінің нысанасы болып, мәдени ағару жұмыстарын жүргізу, жандандыру. Күтілетін нәтиже: Қазақстанның халықтардың ТМД елдерінен басқа этно-мәдени бірлестіктермен байланыстырып қалыптастыру, бірлескен кездесулер, мәдени шаралар өткізу. Хуторок Бөрлі аудандық Украин ұлтының этно-мәдени бірлестігі, ол мәтін бойынша бірлестік деп аталады. Қазақстан Республикасының заңдары қайшы келмейтін жалпы мақсаттарына жету үшін өздерінің еркі негізінде құралған азаматтардың бірлестігі. Бірлестік негізінде 2016 жылы құрылтай жиналысында қабылданған болатын. Хуторок Бөрлі ауданы Украин ұлтының этно-мәдени бірлестігі, оның қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Ганенко Алексей Григорьевич қазіргі таңда Қарағанды ауылында тұрады. Мұражай жетекшісі және физика пәнінен сабақ береді. Сол ауылда туып өскен және де 2 бала тәрбиелеген ұлағатты отбасы, көпке үлгі. Бұл бізде ауылымызда хуторок құрамында 3 отбасы кіреді. Біріншісі Ганенко және Вовик Симоненко. Аудан және ауыл көлемінде өткен іс-шаралар, бұл яғни 1 мамыр бірлік күнінде. Бұл яғни қала күнін тойлауда, және де ярмарка дәстүрлі түрде қатысамыз. Хуторок қоғамдық бірлестіктер арасында сайыстағы алған жүлделі орындары. Бұл достық үйі, яғни Хуторок Бөрлі ауданы Украин ұлтының этно-мәдени бірлестігі. Бұл яғни 2016 жыл желтоқсан айында барды. Хуторок Бөрлі ауданы Украин ұлтының этно-бірлестігі жетекшіміз Ганенко Алексей Григорьевич бұл кезде есеп берудегі кез. Достық үйіндегі көңілді масленица, және бұл фотодағы біздің ауылымызда әр жыл сайын осы масленица мерекесі тойланады. Және де Украин ұлтының салт дәстүрлерінен көрініс, ярмарка 2018 жылы Орал қаласындағы, және де Алла Васильевнаның телеарнасындағы барған кез, өткен керемет іс-шаралар. Ескі жаңа жыл Қарағанды ауылында біз бұл мерекені әр жыл сайын тойлаймыз. Бұл яғни Хуторок Бөрлі ауданы Украин ұлтының этно-мәдени бірлестігі жетекшісі Ганенко Алексей Григорьевич бізге яғни осы Хуторок туралы көптеген мәліметтер берді. Бұл біздің дайындық үстінде жобаға, осы бізге көптеген мәлімет берді. Және қорытындылай келе, Қазақстан бірлік пен татулықтың мекені, көп ұлттардың мекені, тыныш болсын еліміз, ынтымақ пен бірлікте тыныш болсын жеріміз. Және назарларыңызға рахмет.